Жас қызметші қыз күн сайын қадір қасиетін сақтап, аман қалу үшін ауыр жұмыс істеп, шаршаулы өмір кешуде. Кәдімгі үзіліс кезінде ол элиталық тұрғын үй кешенінде адасып кеткен, қатты қорыққан және жалғыз қалған кішкентай қызды кездестіреді. Ол еш ойланбастан көмектесу үшін қолында бар жалғыз мүмкіндігін пайдаланады. Бұл игі ісі сол сәттен де маңыздырақ нәрсені өзгертетінін ол тіпті елестеткен де жоқ. Одан кейін болған оқиға тек баланың тағдырын ғана емес, сонымен бірге бұрын-соңды мұндай биік армандарға батылы бармаған әйелдің де өмірін түбегейлі өзгертеді. Тамыздың аптап ыстығы Алматыдағы Аққайың элиталық тұрғын үй кешенінің ішкі жолындағы төселген тастарға қатты батып тұрған еді. Райхан Амантөлеутова қызметтік өткізу пунктінің жанындағы бетон орындыққа ақыры отырды. Дәл 15 минуттық үзіліс, ол мұны қабырғадағы сағатқа қарап емес, денесінің ауырсынуынан білетін. 15 минут ауыстыратын уақыты әлдеқашан келген кроссовкасының ішіндегі аяқтарының демалуына арналған уақыт. 15 минут Досжановтардың зәулім үйінің асханасында плита мен жуғыштың үстінде еңкейіп өткізген сағаттардың салмағына мойнының босауына арналған уақыт. 15 минут сол жақ кеудесінде логотипі кестеленген сұр жұмыс киімінің сыртында басқа Райханның бар екенін еске түсіруге арналған уақыт. 27 жаста болса да, оның жанары екесе көп өмір сүрген адамның көзқарасында еді. Бұл өкпе реніш емес еді, мұны басынан ақ түсіну керек. Райхан Амантөлеутова өз тағдырына өкініп, мұңға бататын адамдардың қатарынан емес. Бұл басқа нәрсе, өмір ерте сынап, адам соған төтеп бергенде пайда болатын беріктік еді. Анасы Нұра апаға бәрін өзгерткен диагноз қойылғанда, Райхан 8 жаста еді. 12 жасында ол жай ғана қыз емес, одан да артық болуы керек екенін түсінді. 15 жасында ол толық жұмыс істеу үшін мектепті тастап кетті. Алдымен Алматының Алатау ауданындағы наубайханада, содан кейін Жетісу базарындағы өнеркәсіптік кір жуу орнында жұмыс істеді. 22 жасқа келгенде Досжановтар отбасының зәулім үйіне жалпы қызметші болып орналасты. Міне осы жабық қалашықта жұмыс істеп жүргеніне 5 жыл болды. Мұндағы жалақы ол бұрын соңды алған ең жоғары төлем еді. Қожайындары суық болғанымен әділ болатын жалақыны уақытында төлейтін, келісілген жұмыс уақытын құрметтейтін және міндетінен тыс нәрсені талап етпейтін. 50 жас шамасындағы, шашын ақшыл түске бояған, күн тәртібінде бос уақыты жоқ Гүлжан ханым Райханға кәсіби қарым-қатынастың шекарасын білетін адамның суық сыпайылығымен қарайтын. Серік мырза жұмыс күндері сирек көрінетін, ал көріне қалса, ойы әрқашан басқа жақта жүретін адамның кейпінде болатын. Ерлі зайыптылардың 2 жасөспірім баласы үйден гөрі мектепте және қосымша сабақтарда көбірек уақыт өткізетін. Райхан бұл үйдің әр бұрышын 5 саусағындай білетін. Гүлжан ханымның сейсенбі күндері негізгі залдың еденінің жылтыратылғанын қалайтынын, Серік мырзаның 2-ші қабаттағы кітапханасында бірде-бір заттың орнынан қозғалғанын көтере алмайтынын, үлкен қызы Балжанның жастығының астына бельгиялық шоколадтарды жасыратынын және отбасының бауырсақ атты семіз әрі сүйкімді Golden Retriever итінің шұлықтарды артқы баққа көміп тастайтын әдеті бар екенін білетін. Райхан осының бәрін білетін және әрісін үнсіз, мұқият орындайтын. Ол жақсы атқарылған жұмыс ешкім тартып ала алмайтын, қадір қасиеттің нышаны екенін түсінетін. Демалыс күндері ол қосымша жұмыстарды жинайтын. Сенбі күні таңертең көрші тұрғын үй кешеніндегі жалға берілетін пәтерді тазалау. Сенбі күні түстен кейін иесі айына тек 2 рет келетін, бірақ әрқашан тап-таза болғанын қалайтын үйдің жұмысы. Жексенбі оның өз күні еді, бірақ оның күні дегеніміз өз киімдерін жуу, жеке заттарын реттеу және келесі аптаға арналған түскі ас қораптарын Досжановтардың асханасы бос тұрғанда түн ішінде дайындау дегенді білдіретін. Бұл ыстық тамақтар қосымша табыс көзіне кездейсоқ айналды. Өткен жылдың наурыз айындағы бір дүйсенбіде ол қажетті мөлшерден көп көже пісіріп қойып, оны төгіп тастаудың орнына 3 қорапқа салып, негізгі өткізу пунктінің күзетшілеріне ұсынды. Үшеуі де еш ойланбастан сатып алды. Келесі аптада тапсырыс саны 6-ға жетті. 2 айдың ішінде оның күзетшілер, бағбандар және кешеннің басқа да қызметкерлерінен тұратын 16 тұрақты клиенті пайда болды. Логистика қарапайым еді. Ол түнде тамақ пісіретін, қожайын қалдырған өнімдер мен пайданың бір бөлігіне сатып алынған ингредиенттерді пайдаланатын және түскі үзілістің 40 минутында тамақтарды арбамен жеткізіп беретін. Ұялы байланысқа, көлікке және кейбір жеке қажеттіліктерге төлегеннен кейін қалған ақша тікелей Досжановтар берген қызметтік бөлмедегі төсегінің астындағы ескі темір печенье қорабына кететін.
Қораптың ішінде мұқият бүктелген, құны бойынша реттелген банкноттар жататын. Райханның қағазға жазылған нақты жоспары болмаса да, басында айқын бейне бар еді. Кіру үшін ешкімнен рұқсат сұрамайтын, жексенбі күні оянып, төбеге қарап жатқысы келсе, ешкімге есеп бермейтін өзінің жеке кішкентай бөлмесі. Әзірге осының өзі жеткілікті еді. Ол телефонын ашты. Бұл 2 жыл қолданылған, экранның оң жақ төменгі бұрышында қиғаш сызаты бар аппарат еді. Бірде түнде кір жуатын жердің баспалдағынан қолында жаймалар толы болып сүрініп кеткенде, телефонды құлап кетуден сақтап қала алмаған еді. Экран істеп тұрғандықтан солай қалдырды. Ол клиенттердің ертеңге қосымша тапсырыс бермегенін тексеру үшін хабарламаларды ашты. 2 дауысты хабарламаға жылдам жауап берді. Банк қосымшасындағы теңгерімін тексерді де, қалған 15 минутын бұзбау үшін телефонды жауып тастады. Дәл сол сәтте экраннан көзін алғанда ол оны көрді. Шамамен 6 жасар кішкентай қыз ішкі жолдың ортасындағы жасыл шөптің үстінде жалғыз тұр еді. Оның үстінде жағасы кестеленген ақ көйлек, аяғында жаңа ғана қораптан шыққандай қоңыр былғары сандалдары бар. Қара, сәл толқынды шашы 2 өрімге өрілген, бірақ ұштары тарқатыла бастаған. Ол 2 қолымен кеудесіне ескірген, бал түсті қонжықты қатты қысып алған. Қонжықтың бір көзінің орнында қара түйме қадалған. Ол ештеңеге үйлеспесе де, әлемдегі ең маңызды бөлшек сияқты берік тұр еді. Қыз еріндері дірілдеп, кішкентай денесінің бар күшімен жылауын әрең тыйып, жан-жағына қарап тұрды. Жанында ересек адамдар көрінбейді. Ешкім жоқ. Райхан телефонды алжапқышының қалтасына салып, еш ойланбастан орнынан тұрды. Ол шөптің үстімен нық, бірақ асықпай жүріп өтті. Өйткені ол өзінің де қорғансыз кездері болған балалық шағынан білетін, қорыққан балаға қарай жүгіру оның іштей тығылған жылауын үрейге айналдырудың ең жылдам жолы. Ол жеткілікті қашықтыққа жақындағанда, тізесін бүгіп, қыздың көз деңгейіне дейін еңкейді де, сөйлемес бұрын 1 секунд күтті. «Сәлем», деді ол, дауысын қатты да шығармай, сыбырламай да. «Бәрі жақсы ма?» Бала оған қарады. Оның қоңыр көздері үлкен еді. Әлі сезімін жасырып үйренбеген адамның шынайылығы байқалатын. Ол мұрнын сәл тартып қойды. «Мен адасып кеттім», деді қыз. Дауысы бәсең, бірақ таңқаларлықтай анық, кекештенбей шықты. «Мен кішкентай мысықтың соңынан еріп кетіп едім, сосын жол жоқ болып кетті». Райхан жымиған жоқ, өйткені бұл күлетін сәт емес екенін түсінді. Бұл жай ғана қасында екенін сездіретін сәт еді. Ештеңе етпейді. «Қазір сен менімен біргесің, бәрі қауіпсіз». «Атың кім?» «Ләззат». «Ләззат, менің атым Райхан, әкең қайда?» «Ләззат». Қыз қонжығын кеудесіне одан сайын қаттырақ қысты. Ол үйде қалды. «Біз әкемнің досына қонаққа келгенбіз, мен терезеден мысықты көріп, жанына барғым келді. Көше есігі ашық екен, мен бақшаға кіріп, мысықтың соңынан жүре бердім, сосын қарасам, үйдің қайда екенін білмей қалдым». «Сендер болған үйдің нөмірін немесе көшенің атын білесің бе?» Ләззат басын шайқады. Райхан жағдайды тез бағалады. Аққайыңда гүлдердің атымен аталатын 6 көшеде 400-ден астам үй бар еді. Әр есікті қағып шығуға уақыт жоқ, ал қыздың әкесі дәл қазір зәресі ұшып іздеп жүрген болар. Ең жылдам шешім — телефон нөмірі. «Ләззат, әкеңнің телефон нөмірін жатқа білесің бе?» Қыз сүйкімді әрі байсалды кейіппен ойланды. Шамамен 10 секундтай солай тұрды. Содан кейін Райханды таңғалдырып, еш мүдірместен 11 цифрды айтып берді. Райхан қалтасынан телефонын шығарды. Қуаты 18%-ды көрсетіп тұр. Маңызды емес. Ол нөмірді терді. Қоңырау бірінші гудок аяқталмай жатып-ақ алынды. «Ләззат». Арғы жақтағы дауыс жуан, ширыққан еді. Бұл дауыстан кеудесіндегі үрейден басқа ештеңеге орын қалмаған адамның күйі сезілетін. «Жоқ, мырза. Менің атым Райхан, мен осы Аққайың кешенінің қызметкерімін. Ләззат менің қасымда, ол аман-есен, жарақат алмаған. Біз Қызғалдақ көшесіндегі қызметтік өткізу пунктінің жанындағы орталық алаңдамыз». Тұтқаның арғы жағында үнсіздік орнады. Бұл бос үнсіздік емес, тынысы тарылып, содан кейін ғана өкпесіне ауа толған адамның жеңілдеген сәті еді. «Қазір барамын», байланыс үзілді. Райхан телефонын салып, өзіне мұқият қарап тұрған Ләззатқа бұрылды. «Әкең қазір келеді». Қыз байсалды түрде басын изеді.
Содан кейін еш ескертусіз жол жиегіне отырып, қонжығын тізесіне қойды да, Райханға тыныш қызығушылықпен қарады. Ол маған қатты ұрсама? Меніңше, жоқ. Ол сені көргеніне өте қуанышты болады деп ойлаймын. Ләззат бұл туралы ойланды. Сосын қонжығына қарады. Сима қорықты. Бірақ мен оған жақсы адамды табатынымызды айттым. Райхан түйме көзді, құлақтары тозған Сима атты қонжыққа қарап, кеудесінің бір жері бүлк ете қалғанын сезді. Ол үстіндегі киімінің мыжылатынын, үзіліс уақытының әлдеқашан аяқталғанын ойламастан қыздың қасына отырды. Тамыздың ыстық күнінде қызған асфальттың үстінен асығыс қадамдардың дыбысы естіле бастағанша, ол сол жерде қозғалмай отырды. Қызғалдақ көшесінің бұрышынан көрінген ер адам жүріп келе жатқан жоқ еді. Оның жүрісі жүгіру мен асығыс басудың арасындағы бірдеңе. Ол ұзын бойлы, кең иықты, үстіндегі қара костюмі сәл қисайған, пиджагының түймелері ағытылған. Галстугы босатылған. Қызының жоғалғанын білген сәтте, ол өзін баяулататын кез келген нәрседен құтылғандай көрінді. Шашы қара, самайына ақ түсе бастаған, сәл терлеген. Оның жүзі әрқашаннық болу үшін жаратылған, сондықтан ол сынған сәтте бәрі бірден байқайтын ер адамның бейнесін еске түсіретін. Руслан Қайратұлы 41 жаста еді, бірақ дәл сол сәтте ол бір мезетте қартайып та, жасарып та кеткендей көрінді. Соңғы бірнеше минуттағы үрей оны қартайтса, 30 метрдей жерде, жол жиегінде, сұр киімді әйелдің қасында отырған ақ көйлекті кішкентай бейнені көргендегі жеңілдік оны жасартты. Ол бір сәтке тоқтап қалды. Көзі баласына түсті. Осы қаланың ең қымбат тұрғын үй кешенінің көшесінде, өз ортасындағы ең ұстамды деп саналатын адамның бойындағы бірдеңе кенеттен істен шықты. Әке. Ләззат орнынан тұрып, әлі құлаудан қорықпайтын балаларға тән жеңілдікпен оған қарай жүгірді. Руслан ол жетпей жатып ақ тізерлеп отырды. Қымбат костюмінің асфальтқа тигеніне де қарамастан, қызын құшағын жайып қарсы алды. Оны шын екеніне көз жеткізгісі келгендей бар күшімен қысты. Көзін жұмды. Жүзін қызының шашына тықты. Райхан телефонды қолына ұстап, бірнеше қадам жерде үнсіз тұрды. Ол қарамауы керек еді. Бұл оның ісі емес. Бірақ ол қарады, өйткені бұл көріністе жай ғана мән бермей өтіп кету мүмкін емес еді. Әкесі мен қызының қауышуы ғана емес, ер адамның жүзінде болып жатқан өзгеріс маңызды еді. Оның жақтары түйіліп, көздері қатты жұмылған. Содан кейін оның көзінен жас ақты, ол оны тыюға тырысқан да жоқ. Бұл әлсіздік емес еді. Райхан әлсіздікті көрген. Бұл басқа нәрсе еді. Бұл өмірдегі ең үлкен қорқынышың шындыққа айнала жаздағанда және денең сол жеңілдікті үнсіз қабылдай алмағанда болатын сәт еді. Ләззат жүзін әкесінің мойнына басып, мен адасып кеттім, әке. Бірақ Райхан мені тауып алды деді. Руслан басын көтерді. Көз жасы әлі де тиылмаған. Ол бірнеше қадам жерде тұрған әйелге қарады. Райханға дәл сол сәтте үрей сейіліп орын босағанда ол оны алғаш рет шын көргендей болып көрінді. Ол әйелдің бәрін байқады. Сұр жұмыс киімі, екі қолымен ұстап тұрған экраны, сызат ұялы телефоны, ауыстыратын уақыты келген аяқ киімі және жүзіндегі тек бүгінгі емес, бүкіл өмірдің шаршауы. Содан кейін оның жанары Райханның көзіне тоқтады. Райхан телефонды балаға қарай созды. Мұны әкеңе қайтарып бер. Ләззат телефонды алып, маңызды тапсырманы орындап жатқандай салмақтылықпен әкесіне берді. Руслан оны алды, бірақ оған қарағанда жоқ. Ол қызын құшағына алып орнынан тұрып жатып, Райханнан көзін алмады. Рахмет, деді ол. Дауысы біршама қалпына келген, бірақ әлі де діріл бар еді. Рахмет айтудың қажеті жоқ, деді Райхан. Кез келген адам солай істер еді. Руслан бір сәт үнсіз қалды. Бұл естігенмен келіспейтін, бірақ қазір дауласқысы келмейтін адамның үнсіздігі еді. Мен сізге нақтырақ алғыс айтқым келеді, деді ол пиджагының ішкі қалтасына қолын салып. Өтінемін, мынаны алыңыз. Жоқ, Райханның сөзі нық шықты, дөрекі емес, бірақ талқылауға орын қалдырмады. Мен балаға бірдеңе алу үшін көмектескен жоқпын. Қажеті жоқ. Ол Әмияның қолына ұстап біраз тұрды. Райхан оның көзқарасына тайсалмай қарады. Оның бұл әрекетінде намыстану немесе жасанды ізгілік жоқ еді. Бұл жай ғана шындық еді, ал мұндай шындықтар конверттермен өлшенбейді. Руслан Әмиянын ақырын салып қойды. Сол кезде екі ересек адамның сөзін байқап тұрған Ләззат басын қисайтып, Райханның иығынан иіскеді. Сізден бәліштің иісі шығады, еді қыз.
Бұл күндегі ең маңызды жаңалықты айтқандай. Райхан оған таңданыспен қарап, тіпті жымиып жібере жаздады. Бұл бүгін таңертең сату үшін пісірген бәлішімдегі ванильдің иісі болар. Мен бәлішті жақсы көремін. Ләззат иегін әкесінің иығына қойып, Райханнан көзін алмай, мен сізбен дос бола аламын ба? деп сұрады. Одан кейін орнаған үнсіздік 3 секундқа созылған болар. Бірақ осы 3 секундтың ішінде Руслан Қайратұлының ішіндегі көптен бері қозғалмаған бір нәрсе орнынан жылжыды. Бұл діріл емес еді. Бұл жеңілірек нәрсе еді, кептеліп қалған есіктің күтпеген жерден 1 миллиметрге ашылғаны сияқты. Ол жымиғандай болды. Жүзі бұрынғы қалпы мен жаңа күйінің арасында қалып қойды. Сіз осы кешенде тұрасыз ба? деп сұрады ол. Дауысы толықтай қалпына келген, бірақ жанарында жай сыпайылықтан да тереңірек бірдеңе бар еді. Осында жұмыс істеймін деп жауап берді ол. Досжановтар отбасының қызметшісімін, Алма көшесі, 10-шы үй. Ол кейінірек қажет болатын ақпаратты жадына сақтағандай басын изеді. Содан кейін құшағындағы басын кеудесіне қойып, көзі ілініп бара жатқан қызына қарады. Сима оның қолында салбырап тұр еді. Телефоныңызды қайтара аламын ба? деді ол Райханға бұрылып. Райхан телефонның әлі өз қолында екенін байқады. Оны ұсынды. Руслан оны алды, аударып қарады. Экрандағы сызатқа бір сәт, небәрі 1 секунд үңілді де қайтарып берді. Өзіңізді күтіңіз, деді ол. Сіз де, деді Райхан, Руслан қызын көтеріп көшемен ақырын жүріп кетті. Оның жүрісінде жаңағы үрейден із де қалмаған еді. Келесі бұрышқа бұрылмас бұрын ол бір рет артына жылдам қарады. Біреудің көргенін қаламайтын, бірақ қарауға мәжбүр болған адамдай. Райхан өткізу пунктінің жанындағы бетон орындыққа қайта бұрылды. 15 минуттық үзіліс әлдеқашан аяқталған еді. Ол телефонды қалтасына салып, киімін түзеді де, Досжановтардың үйіне қарай әдеттегідей нық қадаммен жүріп кетті. Ол үшін бұл тамыздың кезекті бір күні сияқты еді. Бірақ ол өзімен бірге жылайтын адамға ұқсамайтын ер адамның көз жасын, және өзінен бәліштің иісі шығатындықтан дос болғысы келетін қыздың дауысын алып кетті. Кейде ең кішкентай нәрселері есіңде қалып қояды. Үлкен нәрселерді біз тым мұқият сақтағымыз келіп, олар қолымыздан сусып кетеді. Ал кішкентайлары рұқсат сұрамай-ақ кіріп, біз тіпті бос екенін білмеген орындарды толтырып, үнсіз қалып қояды. Райхан асханада қолын жуып, ал жапқышын есіктің артындағы ілгішке ілді де күнді аяқтауға кірісті. Гүлжан ханым түстен кейін істелетін жұмыстардың тізімін қалдырыпты. Екінші қабаттағы ваннаны жуу, кір жуғыш машинадан шыққан киімдерді бүктеу және бүгін сейсенбі болғандықтан қонақ бөлменің еденін жылтырату керек еді. Ол мұның бәрін әдеттегідей мұқият орындады. Жас өспірім кезінен үйренген үнсіздікпен, өзі тұрған жер соңғы аялдама емес екенін білсе де, сол жерге үлкен жауапкершілікпен қарау керектігін түсінетін адамның кейпімен істеді. Досжановтардың асханасындағы фарфор еденді сүртіп жүргенде, Ләззаттың есімі басынан шықпай қойды. Ал ол есіммен бірге жүгіріп келіп, қымбат костюміне қарамастан асфальтқа тізерлеп отырған ер адамның жүзі де елестеді. Райхан еденді соңғы рет сүртіп, құрал саймандарын жинауға кетті. Төсегінің астындағы печенье қорабы оны әдеттегідей шыдамдылықпен күтіп тұр еді. Ертең жаңа күн болады. Ертең ол тағы да таң қараңғысында тұрып тамақ пісіреді, күрішін баптап басады. Түскі үзілісте арбасын сүйреп кешенді аралайды, ал түстен кейінгі уақыт тағы да басқа күндерге ұқсас болады. Қалыпты, болжамды және өз деңгейінде жақсы. Оның бар болғаны осы еді. Әзірге осы да жетерлік еді. Кішкентай бөлмесінің жарығын өшіріп, көзін жұмғанда ол өзіне осыны қайталаумен болды. Ұйықтар алдында сезінген соңғы нәрсесі киіміне сіңіп қалған ванильдің жұпар иісі еді. Келесі бейсенбі күні таңертең Райхан Досжановтардың үйіндегі гараж бен кіреберісті жалғастыратын дәлізді сыпырып жүргенде, терезеден кешенге ақырын кіріп келе жатқан көліктің дыбысын естіді. Бұл үйреншікті дыбыс еді, ақ қайың үлкен кешен, күні бойы көліктер кіріп шығып жатады. Ол мән берген жоқ. Тек кейінірек, түскі ас қораптарын арбамен жеткізуге шыққанда оны көрді. Руслан Қайратұлы көлігінің қара түсті, дыбыссыз жол талғамайтын көліктің жанында тұр еді. Көлік ішкі алаңның жанындағы қонақтарға арналған орынға қойылған. Ол қолына телефонын ұстап төмен қарап тұр. Ләззат алаңдағы ағаш орындықта айналып жүгіріп, Сима қонжығына бірдеңелерді айтып жатыр. Райханның алыста тұрғаны сонша сөздерін ести алмады. Бала Райханды әлі байқаған жоқ.
Бірақ Руслан байқады. Райхан жолға шыққанда ол телефонынан басын көтерді. Ол басын сәл изеді. Бұл таныс адамды көргендегі байсалды, артық сөзі жоқ ишара еді. Райхан да солай жауап беріп, арбасымен алға жүре берді. Бірақ Ләззат бәрін өзгертті. Райхан. Қыздың дауысы тыныш ауаны жарып жіберді. Ол орындықтың жанынан Райханға қарай жүгіре жөнелді. Қонжығы қолында селкілдеп, аяқтары асфальтқа нық тиіп, әлемде Райханға жетуден маңыздырақ іс жоқтай көрінді. Райхан арбасын тоқтатты. Қыз оның алдына келіп, сәл демігіп тұрып қалды. Жүзінде үлкен күлкі, көздерінде айтатын әңгімесі көп адамның үміті бар. Сіз бүгін бәліш пісірдіңіз бе? Бүгін жоқ. Бүгін самса пісірдім. Ләззат мұны байсалдылықпен қабылдады. Самса да жақсы. Иә, солай. Руслан 3 метрдей жерге жақындап келді. Телефонын қалтасына салып қойыпты. Оның жүзінен күн тәртібінде жоқ, бұл жағдайда өзін қалай ұстарын білмей тұрғаны байқалады. Кешіріңіз, кедергі келтірдік. Мен тоқтатып үлгермей жатып, ол сізді көріп қойды. Ештеңе етпейді, деді Райхан шынайылықпен. Мен тамақ жеткізуім керек, бірақ 2 минутым бар. Ләззат бұл 2 минутты өте тиімді пайдаланды. Ол бүгін мектепке барғанын, мұғалімнің оригамиден балық жасауды үйреткенін, бірақ оныкі мыжылған қайыққа ұқсап қалғанын айтып берді. Сондай-ақ қайықтардың да пайдалы екенін, кейде балықтардан да ыңғайлы болатынын қосып қойды. Райхан оны шын ықыласпен тыңдап, қыздың салмақты үніне сай жауап берді. 2 минут бітіп, ол арбасын итеріп кете бергенде, артынан Ләззаттың әкесіне, ол дәл мен ойлағандай адам екен деген нық дауысын естіді. Райхан артына бұрылған жоқ. Бірақ жүрегі әзірге өзі мән бергісі келмейтін бір сезімге толды. Келесі апталарда Руслан қызымен бірге кешенге тағы 4 рет келді. Райхан оның нақты қай үйге келетінін білмеді, бәлкім ақ қайыңда тұратын досына немесе серіктесіне келетін болар. Бірақ ол бұл сапарлардың белгілі бір жүйесі бар екенін байқады. Ол келеді, көлігін сол қонақтар орнына қояды, ал Ләззат көліктен түсе сала Райханды іздей бастайды. Кейде олар кездесіп қалатын. Кейде уақыттары сәйкес келмей, немесе Райхан үйдің көрінбейтін бөлігінде жұмыс істеп жатқанда кездеспейтін. Бірақ әр жолы олардың әңгімесі алдыңғыдан сәл ұзағырақ болатын. Ешкім дауыстап айтпаса да, әр кездесу сайын көрінбейтін бір шекара кеңейіп бара жатқанда еді. Ләззат 6 жасар балалар айтатын нәрселерді де, әдетте олар айтпайтын терең ойларды да айтатын. Ол Сима туралы, оның түйме көзі неге бұрынғы көзінен жақсы екенін айтатын, өйткені түймеде мінез бар екен. Ол бір түстен кейін 20 минут бойы бақылаған құмырсқа туралы, оның өз денесінен үлкен нан қиқымын қалай тасығаны туралы айтып, бұл көлемнің қабілетті анықтамайтынның дәлелі екенін жеткізетін. Мектептегі бұйра шашты, көзімен күлетін мұғалімі туралы айтатын. Оның айтуынша, көзбен күлу шын күлкі, ал тек ауызбен күлу адамның шын қуанбағанда істейтін нәрсесі екен. Райхан бәрін тыңдайтын, жауап беретін. Кейде қызды ойландыратын сұрақтар қоятын. Ләззат өзінің салмақты қабылданатынын сезіп, мұны жасына тән емес түсінікпен бағалайтын. Сәуірдің бір бұлтты сәрсенбісінде, жаңбыр жауайын деп тұрғанда, Ләззат алғаш кездескен жерлерінде тұрғанда Райханның қолынан ұстады. Ол балаларға ғана тән батылдықпен сұрақ қойды. Сіздің балаңыз бар ба? Жоқ, деді Райхан. Күйеуіңіз ше? Жоқ, ал анаңыз ба? Райхан жауап бермес бұрын әдеттегіден сәл ұзағырақ үнсіз қалды. Менің анам енді жоқ. Ләззат басын ақырын изеді. Бұл оның ішіндегі бір үлкен сұраққа жауап болғандай. Содан кейін Сима қонжығына маңызды шешімге келгендей қарады. Менің де анам жоқ. Бірақ әкем анам біздің жадымызда қалады дейді. Райхан 6 жасар қызға қарап, аяушылық емес, өзіне таныс бір сезімді, мұңды тануды сезінді. Өзің білетін ауырсынудың кішірек нұсқасын басқа біреуден көру, және ол кіші болғанымен шындықтан алшақ емес екенін түсіну еді бұл. Әкеңдікі дұрыс, деді ол шынайылықпен. Ләззат Симаны ақырын тербетіп ойланып қалды. Қалай ойлайсыз, менің анам мен сіздің анаңыз сол жақта танысты ма? Райхан аузын ашып қайта жапты. Бұл сұрақтың ішінде ол сәрсенбі күні түстен кейін естимін деп ойламаған өте терең бір нәрсе бар еді. Ол қыздың жауап күтіп тұрған үлкен қоңыр көздеріне қарады. Меніңше, иә, деді ол. Мұндай нәзіктікпен сұралған сұраққа бұдан басқа мағыналы жауап жоқ еді. Ләззат риза болғандай көрінді.
әкесінің жақындап қалғанын көріп, Райханның қолын жіберді де, симасын көтеріп оған қарай жүгіре жөнелді. Руслан қызын құшағына алып жатып Райханға қарады. Райхан әлі де сол жерде, алақанында кішкентай қолдың жылуын сезініп, қасында тамақ арбасымен тұр еді. Ол өте көп сөйлейді деді. Дауысы қалыпты болғанымен бір діріл бар еді. Ол жақсы нәрселерді айтады деп жауап берді Райхан. Руслан жерге түсіп алып, құмырсқаның тіршілігін Симаға қызыға баяндап жатқан қызына қарады. Иә деді ол ақырын, Райханға емес, өзіне бір нәрсені растағандай. Сол түні Досжановтардың үйіндегі бөлмесінде Райхан жарықты өшірмес бұрын әдеттегіден ұзағырақ төбеге қарап жатты. Осы соңғы апталардың ырғағында бірдеңе өзгергендей еді. Ол үлкен немесе драмалық емес еді. Бұл фондық шудың кенеттен басылып қалғанын сезу сияқты еді. Тек сол кезде ғана ол шудың бұрыннан болғанын түсінесің. Ол бұл туралы көп ойламады. Ол мұндай талдауларға уақыт кетіретін адам емес. Жарықты өшіріп көрпесін бүркенді. Нағыз еңбек ететін денеге тән ұйқы оны тез баурап алды. Бірақ ертеңіне таңғы сағат 5-тен 40 кеткенде тамақ пісіруге оянғанда ол тістерін қатты баспай ұйықтағанын байқады. Райхан Амантөлеуова үшін бұл әлі атын білмейтін, бірақ жағымды бір жаңалық еді. Келесі дүйсенбіде ол әдеттегіден көп ванильді бәліш пісірді. Өзіне ұн артылып қалды, ысырап болмасын деп ақталды. Бір тілімін пластик ыдысқа салып, жұмысқа шықпас бұрын тоңазытқышқа қойып қойды. Сол аптада ләззат келмеді. Жұма күні Райхан тоңазытқышты ашып, сол ыдысты көргенде, оны қоқысқа тастады. Оның бұл ісі өзіне де сәл артық болып көрінді. Содан кейін ыдыс аяқты жууға кірісіп, бұл туралы ойламауға тырысты. Немесе ойламауға тырысқандай болды. Бірақ ол ойдан қашу күн өткен сайын қиындап бара жатқанын ол іштей сезіп жүрді. Саида Райханның шын сөйлесетін жалғыз адамы еді. Бұл достық үлкен кездейсоқтықтан немесе сырласудан туған жоқ. Бұл екі адамның ұзақ уақыт бойы бірдей қиын жағдайда жұмыс істеп, бір-біріне адал бола алатынын түсінгенде пайда болатын достық еді. Саида 50 жасқа жақындаған 7 жылдан бері Алма көшесіндегі зәулім үйлердің бірінде аспаз болып істейтін. 3 баласы ержеткен, ал күйеуі туралы ол әрқашан Райхан сүйсінетін шынайылықпен айтатын, кемелді емес, бірақ адал және ыдыс аяқ жуады. Бұл көптеген еркектерден артық. Олар күн сайын түскі үзілісте кездесетін. Райхан Саидаға әрқашан бір қорап тамақ қалдыратын, ал Саида оған кейде ақшамен, кейде ақпаратпен төлейтін. Кешендегі жаңалықтар, көршілер туралы өсектер және сұралмаса да әрқашан дәл келетін кеңестер. Мамыр айының соңында екеуі ішкі алаңдағы орындықта отырғанда Саида тамағын жеп, Райхан бос арбасымен қасында тұрғанда Саида әңгімені кенеттен бастады. Естуімше, Руслан мырза осы аптада тағы келіпті. Райхан бір секунд үнсіз қалды. Келді, ал кішкентай қыз ше? Ол да бірге келді. Саида тамағын асықпай шайнап, жауап күтті. Сен онымен сөйлестің бе? Негізінен ләззатпен сөйлестім. Негізінен деп қайталады Саида, оның бұл үні ештеңе айтпай-ақ бәрін түсіндіретін әдісі. Райхан арбасына қарады. Саида, қойшы. Мен ештеңе істеген жоқпын. Сен дауысыңды солай шығарып тұрсың. Мен жай ғана тамақ жеп отырмын. Райхан. Саида тағы бір қасық тамақ жеді. Бірақ тақырыпты өзің қозғадың ғой, мен емес, ол өзі сымбатты адам, иә. Райхан бірден жауап берген жоқ. Ол алаңның ортасындағы жасыл шөпке қарап тұрды. Алыста бағбандардың бірі жапырақ өрлейтін құрылғымен жұмыс істеп жатты. Оның дыбысы алыстан бәсең естілетін. Мәселе онда емес деді ол ақыры. Онда неде? Бұл жай ғана. Ол тоқтап қалды да қайта бастады. Мәселе ештеңе жоқтығында. Саида ол қызы келгісі келгендіктен немесе біреуге қонаққа келгендіктен келеді. Ләззат кез келген адаммен сөйлесе беретін 6 жасар бала. Болды, осы ғана. Ухум. Олай істемеші. Ештеңе істеп жатқан жоқпын, балаларыммен ант етейін. Саида қорабын жауып, Райханға шын ниетпен қарады. Бірақ бір нәрсе айтайын, мен сені қанша уақыттан бері танимын. Сен ешқашан адамдар туралы айтпайтынсың. Сен маған тамақ, шоттар, мақсаттар, печенье қорабы туралы айтатынсың. Бірақ нақты адамдар туралы айтпайтынсың. Ал соңғы күндерімен сұрамай-ақ осы ер адам туралы 3 рет айттың. Райхан үнсіз қалды.
Мен бірдеңе болып жатыр деп тұрған жоқпын деп жалғастырды Саида абайлап. Мен тек сенің байқай бастағаныңды айтып тұрмын. Бұл қалыпты жағдай. Сен 27 жастасың, тастан жаралған жоқсың ғой. Ол басқа әлемнің адамы, Саида, жақынырақ танымайынша бәрі де басқа әлемнің адамы сияқты көрінеді. Бұл метафора емес, бұл шындық. Оның көлігімен 10 жылда табатын ақшадан қымбат тұрады. Қызының киімі менің 1 айлық жалақымнан қымбат. Мен ол қонаққа келетін кешендегі қарапайым қызметшімін. Арамыздағы қашықтық мінезде емес, математикада. Саида бір сәт үнсіз қалды. Жапырақ өрлейтін құрылғы тоқтады. Кешен іші тыныштала қалды. Математика ол бір бөлек нәрсе деді ол сосын. Ал басқа адамға қалай қарайтының, ол мүлдем басқа нәрсе. Райханның бұған берер жауабы болмады. Үзіліс аяқталғанша шөпке қарап отырды да, арбасын итеріп кетіп қалды. Саида бәрін байқап тұрса да, ештеңе айтпады. Бұл әңгіме оның есінде қалып қойды. Біз естігіміз келмейтін шындықтар солай болады. Күндізгі қарбаласта білінбейді, бірақ түнде, тыныштықта, ойланудан басқа іс қалмағанда қайта оралады. Райхан әдеттеріне берік адам еді, өйткені әдеттер, бұл бақылаудың бір түрі. Ал бақылау оған жолдан таймай, осы күнге жетуге көмектескен еді. Ол жағдайларды шатастырудың не екенін білетін. Қиын сәттегі эмоцияның өзін маңыздырақ сезім ретінде көрсетуге тырысатынын білетін. Ол мұны Алатау ауданындағы балалық шақ достарынан көрген, ризашылықты махаббатпен, жайлылықты болашақпен, бір сәттік нәзіктікті ешқашан берілмеген уәдемен шатастырған қыздарды көрген. Ол ондай емес еді. Ол шындықпен біз қалайтын шындықтың арасын ажыратуды ерте үйренген. Және бұл ажырату кейде ауыр болса да, ол қадір қасиеттің құны екенін түсінетін. Бірақ түнде Досжановтардың тыныш асханасында келесі күнге тамақ дайындап жатқанда, ол Русланның оның сөздерін қалай қайталағанын ойлады. Ол жақсы нәрселерді айтады. Ол бұл сөздерді дәмін татып көргендей, олардың дыбысы өзі күткеннен де қатты ұнағандай қайталаған еді. Ол табадағы дәмдеуіштерді қажеттіліктен де қаттырақ араластырды. Бұл жай ғана ризашылық еді. Бәрі түсінікті, бәрі анық. Қызы табылған соң жеңілдеп қалған және қызы сұраған соң келіп жүрген әке. Осы ғана, одан артық ештеңе жоқ. Осы бір реттелген түсініктемемен ол сол аптада ұйықтауға жатты. Ойларын ретке келтіріп, бәрі өз орнында қалатынына сенгісі келді. Келесі жұма күні бәрі басқаша болды. Ауа райы емес, Алматының мамыр айындағы аспаны әдеттегідей еді. Кешке жаңбыр жауатынын ескертіп тұрған бұлттар бар еді. Басқаша болған Райханның өзі. Ол атын дәл айта алмайтын бір сезіммен оянды. Бұл қуаныш емес еді, өйткені қуанышты ол танитын. Бұл мазасыздықта емес еді, өйткені мазасыздықтың төленбеген шот пен жақындаған мерзім сияқты дәмі болатынын білетін. Бұл басқа нәрсе еді. Күннің басындағы бір оғаш жеңілдік, адам біреуді көретінін санасымен мойындамай тұрып, денесі сезгендей күй. Райхан тамақ қораптарын әдеттегіден де мұқият дайындады. Тауыққа дәмдеуіштерді көбірек қосты. Әр қорапқа бір тілім қызанақ салды. Бұл оның әдетінде жоқ еді, бірақ солай істегісі келді. Әр ыдыстың қақпағын 2 рет тексерді. Сағат 11-ден 45 кеткенде, ол арбасын итеріп алаңға шыққанда, қара көлік қонақтар орында тұр еді. Ол қадамын тездеткен жоқ. Бірақ баяулатқан да жоқ. Ләззат Райхан жолдың жартысына жетпей-ақ жүгіріп келді. Райхан, бүгін тамақта қызанақ бар ма? Райхан таңғалып қалды. Сен оны қайдан білесің? Алыстан иісін сезіп қойдым. Ләззат мұрнын шүйіріп, мұны табиғи нәрсе сияқты көрсетті. Оның бір қолында әлі де сима бар еді. Руслан қызының артынан келді. Қолын қалтасына салып, жүзінде күлкіге ұқсайтын бір нышан бар. Оның мұрны ізкесуші иттердікіндей. Бұл таңқаларлық әрі сәл қорқынышты. Райхан оған қарады. Оның ақылы да сондай. Онымен келісемін. Ол Райханның жеке кеңістігіне кірмей, бірақ тым алыста кетпей, ыңғайлы қашықтықта тұрды. Аптаңыз қалай өтіп жатыр? Бұл қарапайым сұрақ еді. Райхан да қарапайым жауап берді. Қарбалас. Досжановтардың үйінде ваннаны жөндеп жатыр, шаңы бүкіл үйге жайылды. Сіз мұнда қанша уақыттан бері жұмыс істейсіз? 5 жыл. Ол басын изеді. Оның жанарында Райхан бір нәрсені байқады. Бұл тек үнсіздікті толтыру үшін сұрайтын адамның қызығушылығы емес еді.
Бұл адамның айтылған сөзді шын түсінгісі келгендегі назары еді. Райхан мұндай көзқарасты танитын, өйткені ол өте сирек кездесетін. Көптеген адамдар жауабын күтпей-ақ сұрақ қоя береді. Өзіңіз Алматыдансыз ба? Деп жалғастырды ол. Алатау ауданынанмын. Автобуспен және метромен келемін, 2 рет ауысамын. Күн сайын ба? Әр жұмыс күні. Демалыс күндері осы маңда қаламын, өйткені көрші кешендерде қосымша жұмыстарым бар. Қайтып бармаған ыңғайлырақ. Руслан оған Райхан толық түсіне алмаған бір сезіммен қарады. Бұл аяушылық емес еді. Бұл көбіне құрметке ұқсайтын. Адам алдындағы нәрсенің көлемін шын түсінгенде, және оны кішірейтпеуге, немесе асыра сілтемеуге тырысқанда пайда болатын құрмет. Ләззат екеуінің қасында үнсіз тұрып, әкесіне қарады да, нық сеніммен, Райхан өте еңбекқор. Мамам сияқты деді. Одан кейін орнаған үнсіздіктің өз салмағы бар еді. Ол сол сәттің ауасын өзгерткендей болды. Руслан қызына қарады. Райхан көзін қайда жіберерін білмей, үнсіз қалды. Ләззат өз сөзінің әсерін байқамағандай. Ол семасын көтеріп, жақын маңдағы гүлге қонған көбелекті көруге кетті. Руслан бір сәттен соң басын көтерді. Оның жүзінде сәл өзгеріс бар еді, бір секундқа жабылып қалған, бірақ ол оны қайта бақылауға алған бір сезім. Ол көп нәрсені есінде сақтайды деді ол бәсең дауыспен. Балалар бәрін сақтайды деп жауап берді Райхан да сондай жұмсақтықпен. Иә, ол семаға көбелектің өмірін егжей-тегжейлі айтып жатқан Ләззатқа қарады. Кейде бұл үшін алғыс айтамын. Кейде бұл бәрін қиындатады. Райхан жауап берген жоқ. Бұған жауаптың да қажеті жоқ еді. Кейбір нәрселер үнсіздікті талап етеді, ал Райхан дұрыс үнсіздіктің кез келген сөзден артық екенін ерте түсінген. Сол түстен кейін тамақтарын таратып болып, қалтасы сәл ауырлап Досжановтардың үйіне қайтып бара жатқанда, Райхан бұл жолы қанша минут жұмсағанын есептемегенін байқады. Бұл жаңалық еді. Ол әрқашан есептейтін. Жұмыстан қанша уақытқа шыққанын және қанша уақыты қалғанын автоматты түрде білетін. Бұл тіпті үзілісті де ысырап қылмайтын адамның әдеті еді. Бірақ сол жерде тамақ арбасы мен алаңдағы орындықтың арасында уақыт есеп болудан қалған еді. Ол мұны жылудың қашан қосылғанын байқамай, тек тоңбай қалғаныңды сезгендей байқады. Бірдеңе өзгерген еді, басы әлі түсінбесе де, денесі оны сезіп тұр еді. Руслан Қайратұлының Аққайын кешеніне келе беруінің нақты бір қисыны бар еді. Оның көп жылдық серіктесі, әрі досы Мұрат Боранбаев, Шолпан көшесіндегі 22-ші үйде отбасымен тұратын. Мұрат Руслан жиі араласатын адам еді. Түскі астар, үйдегі кездесулер, Мұраттың кеңсесіндегі жұмыс кездесулері жиі болатын. Сондықтан бұл сапарлардың себебі түсінікті еді. Ешкімге артық түсініктеме қажет емес. Бірақ Руслан соңғы 2 жылда өзіне қатал шындықпен қарауды үйренген адам еді. Адамнан кенеттен айырылғанда дайындықсыз, қоштасусыз, айтылуы керек сөздерді айтып үлгермей қалғанда сен жайлы өтіріктер туралы көп нәрсені түсінесің. Олардың бағасы қымбат екенін білесің. Өзіңді жақсы сезінгендей кейіп таныту салмақты азайтпайды, тек уақытын созады. Аяқ астынан жер тайып бара жатқанда басқалардың алдында тастай берік болып көріну құлағандағы ауырсынуды ұзарту ғана екенін түсінесің. Сондықтан Руслан осыдан 2 жыл бұрынғы маусымның бір ұзақ түнінде өзіне бұдан бұлай өтірік айтпауға уәде берген. Тіпті ұсақ түйекте де. Ал мамыр айының сол күндеріндегі кішкентай шындық, оның Аққайынға тек Мұрат үшін келмейтіні. Ол көп нәрсені байқайтын. Бұл оның әдеті еді, кәсіби өмірінде де, күнделікті тіршілікте де. Қорытынды жасамас бұрын бақылап алатын. Орта деңгейлі құрылыс компаниясын ірі холдингке айналдырған жылдар бұл қабілетін ұштаған еді. Ол сөйлемес бұрын көретін. Ал көргенін жадында сақтайтын. Райханға келгенде, ол алғашқы күннен ақ көп нәрсені байқады. Оның Ләззаттың деңгейіне дейін қалай еңкейгенін көрді. Көптеген ересектер сияқты тек белін сәл бүге салмай, тізесін бүгіп, баламен тең дәрежеде сөйлескенін байқады. Ләззатты кіші емес, өзімен тең адамдай көргенін түсінді. Экраны сызат телефонды еш қымсынбастан қолында барын пайдалана білетін адамның кейпімен ұстағанын көрді. Оның ақшадан ешқандай драмасыз және моральдық жоғарылық көрсетпестен бас тартқанын байқады. Ол жай ғана бұл ісінің ақылы болғанын қаламаған адамның тыныштығымен бас тартты. Және кейінгі кездесулерде Ләззаттың оның қасында өзін қалай ұстайтынын көрді.
Бұл балалардың үстірт көңіл бөлетін ересектерге деген жақындығы емес еді. Бұл бала қарсы алдындағы адамның шын мәнінде сол жерде екенін, ойы басқа жақта емес, толығымен өзінде екенін сезгенде болатын жақындық еді. Руслан соңғы 2 жылда Ләззатты ерекше назармен бақылап келді, өйткені Ләззат оның өмір сүруіне күш беретін жалғыз адам еді. Ол қызының көңіл күйін кез келген адамнан артық түсінетін. Ол айтпай жатып ақ шаршағанын сезетін. Сағынғанын атын атамай-ақ білетін. Басқаларды риза қылғысы келген күлкісі мен шын күлкісін ажырата алатын. Ал Ләззаттың бір ерекше күлкісі бар еді, көздері де бірге күлетін, бүкіл денесімен сәл алға еңкейетін, қуанышы жүзіне сыймай бара жатқандай көрінетін. Руслан бұл күлкіні тек қызына шынымен жақсы болған сәттермен байланыстыратын. Ол мұндай күлкіні Қызылордадағы апасының үйінде, немере ағалармен ойнағанда көретін. Досжановтардың иті бауырсақ бір көгершіннің соңынан асығып жүгіріп, шөпке құлап қалғанда көрген еді. Дәл осындай күлкіні ол Райханмен бірге болғанда да көрді. Маусымның бір бейсенбісінде Руслан кешенге әдеттегіден сәл ертерек келді. Мұраттың шұғыл жиналысы шығып қалып, кездесу кейінге шегерілген еді. Сондықтан олар Ләззатпен бірге көлікпен Алматының көшелерін аралап, радиодан ән тыңдап, киттердің музыкасы неге балықтардыкінен әдемі екені туралы салмақты пікірталас өткізді. Ләззат балықтардың үнсіздігін олардың бәсекелестіктегі кемшілігі деп санаса да, мұның табиғи екенін мойындады. Олар көлікті қойып, далаға шықты. Ләззат айналаны көзімен шолып өтті. Руслан бұл ишараны танитын, бірақ Райханды көрмеді. Қыз бір сәт үнсіз қалды да, симасымен бірге гүлдерді тамашалауға кетті, бірақ оның құлшынысы әдеттегіден төмен еді. Руслан орындыққа отырып, қызын бақылап отырды. 15 минуттан кейін Райхан Досжановтардың үйінен тамақ арбасымен шыққанда, алаңдағы көңіл күй бірден өзгергендей болды. Ләззат басын көтеріп, Райханды көрсетіп, бүкіл кешенге естілетіндей айқайлап, оған қарай жүгіре жөнелді. Руслан орнынан қозғалмай, бақылап отырды. Райханның ешқандай таңғалыссыз немесе ашусыз арбасын тоқтатқанын, қыздың деңгейіне дейін еңкейгенін, Ләззаттың гүлдер мен балықтардың музыкалық әділетсіздігі туралы әңгімесін мұқият тыңдағанын көрді. Бұл жай ғана баланың сөзін бөліп жауап беру емес, әр сөзге мән беріп, сол әңгіменің ішінде болу еді. Райханның балықтар туралы қойған бір сұрағы Ләззатты бір секундқа ойландырып тастағанын, сосын қыздың көздері күліп, жарқырап кеткенін көрді. Райханның тыңдап отырып басын ақырын изегенін, айтылған сөздің тыңдалуға лайық екенін растағандай кейпін байқады. Ол өз кеудесінде бұрыннан таныс, бірақ көптен бері сезінбеген бір сезімнің оянғанын байқады. Оны дәл атау қиын еді. Бұл ұзақ уақыт бойы таныс нәрсеге қарап тұрып, кенеттен оның не екенін түсінгендегі сезімге ұқсайтын. Ойдан емес, жүректен шыққан тану еді бұл. Райхан арбасын итеріп жақындағанда, Ләззат оның арбасының тұтқасынан ұстап, көмектесіп келе жатқандай болды. Руслан орнынан тұрды. Ол мені киттердің талғамы 8 аяқтардан жоғары екеніне сендірді, деді ол. Райхан Ләззатқа мәселенің маңыздылығына сай байсалдылықпен қарады. Оның дәлелдері өте мықты. Иә, мәселеде сонда. Екеуі де күліп жіберді. Руслан Райханның алғаш рет шын күлгенін естіді. Бұл тек сыпайылық емес, шынайы, жылдам әрі жеңіл күлкі еді. Ол тез басылса да, сол сәтте толықтай шынайы еді. Ол бұл сәтті өзі күтпеген құнды олжадай жадында сақтап қойды. Сол түні Достық даңғылындағы пәтерінде, Ләззатпен оны күндіз бағатын Күләш апай ұйықтағаннан кейін, Руслан балконға шығып, бір стақан сумен ойға батты. Жаннаның кеткеніне 26 ай болыпты. Жанна адамның өміріндегі бос орындарды ол байқамай тұрып-ақ толтыратын жан еді. Руслан оған дейін мақсаттары айқын, бірақ сезімдері тұйық адам болатын. Ал Жанна келіп, осы екі нәрсенің үйлесімін тапқан еді. Онымен бірге ол терең сүюмен жұмыс істеудің бір-біріне кедергі емес екенін түсінді. Біреуге ішкі дүниеңді ашу, әлсіздік емес, әлемде болудың ең батыл жолы екенін ұқты. Ол кеткенде, Руслан осы екі нәрсені де бірге жоғалтқан еді. Махаббатты да, сол үйренген сабағында. 26 ай өтті. Ал енді телефонның экраны сызат, қызын көзімен қоса күлдіретін, және ақшадан ешқандай мақтаусыз бас тартқан әйел пайда болды. Ол бұны мен не істерін білмеді. Немесе білсе де, әлі дайын екеніне сенімді болмады. Жолды білу мен сол жолмен жүруге дайын болудың арасында үлкен айырмашылық бар. Ол қала тынышталғанша балконнан кетпеді.
Содан кейін ішке кіріп, жарықты өшіріп, жаңа бір сезіммен ұйқыға кетті. Бұл толық тыныштық емес еді, бірақ тыныштықтың бастауына ұқсайтын. Таң алдындағы алғашқы боз сәуле сияқты, әлі күн шыққан жоқ, бірақ түнде бұрынғыдай қараңғы емес. Кейде жарықтың бар екенін білудің өзі жетерлік. Маусымның жаңбыры бір сәрсенбіде кенеттен басталды. Райхан Досжановтардың артқы бақшасында соңғы сүлгілерді жайып жатқанда, алғашқы ауыр тамшылар иығына тиді. Ол тездетіп киімдерді жинап алып, жабық дәлізге жеткенше жаңбыр құйып кетті. Алматының мұндай жаңбырлары жан-жақтан ұрып, жерді тез сулап, соңынан топырақтың жұпар иісін қалдыратын. Райханға нөсер жаңбырлы күндер ұнайтын. Оның себебін де білетін, кешен іші тынышталып қалады. Адамдар үйлеріне кіреді, көліктер азаяды, бағбандар құралдарын жинайды. Күнделікті техниканың шуы басылып, тек асфальтқа тиген судың таза дыбысы қалады. Бұл жексенбінің бос үнсіздігіне мүлдем басқаша, мағыналы үнсіздік еді. Ол жұмыстарын ерте бітірді, өйткені Гүлжан ханым балалармен бірге бір шаруамен кетіп қалған, ал Серік мырза кеңсесінде онлайн жиналыста отыр еді. Райхан бұл тыныштықты пайдаланып, тазалық құралдары тұратын қойманы ретке келтірді. Жұмысын аяқтағанда сағат 4:30 болған еді, ал жаңбыр бәсеңдеп, майда сіркіреп қана тұрды. Ол асханадан бір кесе шай алып, өткізу пунктінің жанындағы бетон орындыққа барды. Шайдың жылуын сезініп, суланған көшеге қарап отырды. Асфальт жылтырап, пальмалардың жапырақтарынан су тамып тұрды. Бүкіл кешен бір сәт терең тыныс алып, тоқтап қалғандай көрінді. Сол кезде Қызғалдақ көшесінің бұрышынан қара көлік көрінді. Райхан көлікті байқады. Күтті, ол Шолпан көшесіндегі Мұраттың үйіне бара жатса, бұл жерге тоқтауға еш себеп жоқ еді. Бірақ көлік баяулап, алаңның жанындағы қонақтар орнына бұрылды. Қозғалтқыш өшпей жатып артқы есік ашылды. Ләззат Симасын қолтығына қысып түсіп, айналаны шолып өтті. Содан кейін Руслан терезеден ұсынған қызғылт қолшатырды алып, оны өзі ашатынын білдіріп, нық қадаммен алаңға қарай жүрді. Руслан көліктен түсіп, басын жаңбырдан қорғап, алаңға қарады да Райханды көрді. Ол Райханға қарай жүрді. Жүрісі асығыста емес, тартыншақта емес еді. Райхан орнынан қозғалған жоқ. Қолындағы кесесімен күтіп отырды. Бүгін жұмыстан боссыз ба? Деп сұрады ол, Райхан үйреніп қалған қашықтықта тоқтап. Ресми жұмыс уақыты бітті. Бірақ әлі осындамын. Осында дегеніңіз кешенде ме, әлде осы орындықта ма? Екеуі де. Ол сіркіреп тұрған жаңбырға қарады. Мұндай ауа райында баратын жерде жоқ. Руслан бетон орындыққа қарады. Райхан оның отыру-отырмауды ойлап тұрғанын байқады. Ол мұны жасыруға тырыспады. Райханға оның осы шынайылығы, ешқандай әлеуметтік жасандылықсыз ойлануы ұнады. Бола ма? Деп сұрады ол. Әрине, ол отырды. Арқасын бірден сүйеген жоқ, шынтағын тізесіне қойып, кез келген сәтте тұрып кетуге дайын адамдай отырды. Райхан да солай, қолындағы кесесін ұстап отыра берді. Ләззат тротуардағы шалшықты тауып алып, Симаны оның айналасында абайлап жүргізіп, асфальттың қай жері таяз екенін тексеріп жүрді. Оның аяғы су болады деді Райхан. Иә деп келісті Руслан, сосын маған неге солай істеу керек болғанын мен түсініп. Үлгермейтіндей егжей-тегжейлі түсіндіріп береді. Райхан оған көз қиығымен қарады. Сіз ол ойлағаннан да көп нәрсені түсінесіз. Ол Райханға бұрылды. Оны қайдан білесіз? Өйткені ол сөйлеп жатқанда басқа жаққа қарап тұрсаңыз да, оның не айтқанын әрқашан біліп тұрасыз. Руслан бір сәт үнсіз қалды. Оның жанарында Райхан түсіне алмаған бір сезім пайда болды. Сіз де, деді ол сосын. Мен жұмысымда мұқият болуға тырысамын, деді Райхан, бұл сөзімен белгілі бір шекараны ескерткендей. Мәселе тек жұмыста емес деп жауап берді ол, жай ғана өз байқағанын айтқан адамдай. Райхан жауап берген жоқ. Орнаған үнсіздік ыңғайсыз емес еді. Бұл ештеңемен толтыруды қажет етпейтін толық үнсіздік еді. Ләззат шалшық туралы толық есеп беруді шешіп, Симаға бұлттардың қалай ауырлап, суды төменге жіберетінін қолымен көрсетіп түсіндіре бастады. Оның бұл ісі жақында көрген деректі фильмді еске түсіретін. Ол ғылым туралы көп көре ме? Деп сұрады Райхан. Мен рұқсат бергеннің бәрін көреді. Табиғат құбылыстарына ерекше қызығушылығы бар. Руслан қызына тек өзіне ғана тән мейіріммен қарады. Мұғалімі оның сөздік қоры 10 жасар баланыкіндей дейді. Оған сену қиын емес.
Мәселе оның эмоциясы әлі 6 жасар баланыкінде екенінде. Ол мұны еш айыптаусыз, тек шындықты айтқан адамдай жеткізді. Ол өзі сезінгеннен де көп нәрсені түсінеді. Кейде бұл қиын үйлесім. Райхан оған қарады. Ол үшін бе, әлде сіз үшін бе? Екеуміз үшін де. Жаңбыр толықтай басылды. Ауа салқындай түсті. Райханға бұл топырақтың иісі балалық шағын еске түсірді. Алатау ауданындағы пәтердің терезесінен Нұра апа екеуі жаңбырға қарап отыратын кездері еді. Бұл оның есінде қалған ең қарапайым әрі ең жылы сәттердің бірі еді. Ләззат Симасын қолтығына қысып, оң жақ кроссовкасының ұшы су болып оларға жақындады. Ол алдымен Райханға, сосын әкесіне, сосын тағы да Райханға қарады. Оның бұл сынақшыл көзқарасы Райханды әрқашан таңғалдыратын. Екеуіңіз көп сөйлесесіздер, деді қыз. Біз сәл ғана сөйлестік, деп түзеді Руслан. Ләззат ойланып қалды. Ешқашан сөйлеспейтін сіз үшін бұл өте көп. Руслан аузын ашып, жауап таба алмай қалды. Райхан күлкісін тыю үшін басқа жаққа қарауға мәжбүр болды. Қыз екеуінің ортасына, өз орнына отырғандай табиғилықпен жайғасты. Симасын тізесіне қойып, аяқтарын салбыратып, су болған алаңға қарап отырды. Содан кейін ол ешкімге қарамай, баяу дауыспен, Райхан пайда болғалы, әкем әлдеқайда аз жылайтын болды, деді. Бұл сөзден кейін орнаған үнсіздік сол күндегі басқа үнсіздіктерден мүлдем өзгеше еді. Бұл баланың өзі көтеріп жүрген жүктің салмағын білмей, екі ересек адам қашып жүрген шындықты дәл ортаға тастаған сәт еді. Райхан бұл сөздің кеудесіне ауыр тигенін сезді. Бұл қуаныш емес, бұл өте терең бір нәрсе еді. Шындықтың дауыстап айтылғанын, және одан кейін бәрі бұрынғыдай бола алмайтынын сезінді. Ол Русланға бұрылған жоқ. Суланған асфальтқа, пальмаларға қарап отыра берді. Руслан ұзақ уақыт үнсіз қалды. Содан кейін дауысы бәсеңдеп, Ләззат, деді тек. Бұл шындық қой, әке. Білемін, ол мұны сондай ақырын айтты. Райхан оны естіді ме, әлде іштей сезді ме, білмеді. Бірақ ол естіді. Және Руслан да оның естігенін білді. Осы ортақ білім екеуінің арасындағы бұрынғы қатынасты өзгертті. Бұл махаббат сөзі. Немесе уәде емес еді. Бұл жай ғана 6 жасар баланың шындықты айтқанын, және екі ересек адамның соған дайын болмаса да қабылдағанын мойындау еді. Ләззат Симасын көтеріп, жаңбырдан кейін шыққан құртты көрсетіп, өз әңгімесін жалғастыра берді. Ол өзі бастаған әңгіменің қаншалықты маңызды екенін ойламаса да, дұрыс дегеніне сенімді еді. Райхан күн сәулесі бұлт арасынан көрініп, асфальт жылтырағанша орындықта отырды. Бұл әдемі көрініс еді. Ол кетуге ыңғайланғанда, Руслан да орнынан тұрды. Олар бір сәт үнсіз тұрды. Ештеңе айтудың қажеті жоқ еді. Бірақ бәрі айтылып қойған еді. Сол айтылған сөз сәуірдің ылғал ауасында, бетон орындық пен алаңның арасында қалып қойды. Райхан үйге қарай жүріп кетті. Руслан қызының қолынан ұстап, ол кеткен жаққа біраз қарап тұрды. Оның жүзінде көптен бері байқалмаған, жаңадан оянған үмітке ұқсас бір нышан бар еді. Сол жаңбырлы күннен кейінгі 3 күн бойы Райхан бұл сезімнің басылуын күтті. Ол өзі түсіне алмайтын нәрселерге тап болғанда әрқашан солай істейтін, күтетін, күнделікті жұмысын істейтін, және уақыт бәрін өз орнына қоятынына сенетін. Көбіне бұл көмектесетін. Өмір оған кез келген мазасыздықтың мерзімі болатынын үйреткен еді. Бірақ Ләззаттың сөздерінің мерзімі жоқ сияқты еді. Олар Райхан рұқсат бермеген бір орынды иеленіп алды. Райхан пайда болғалы, әкем әлдеқайда аз жылайтын болды. Ол бейсенбі күні үйдің дәлізін әдеттегіден де мұқият жуды. Жұма күні таңғы 6:30-да бәрі оянбай тұрып қонақ бөлмені жылтыратты. Бауырсақ иті де оның қасынан 40 минут бойы кетпей, серік болды. Ол апталық тамақтарына басқаша дәмдеуіш қосты. Мұны Саида бірден байқап, бүгін дәм басқаша ғой, деді. Райхан тек дәмдеуішті ауыстырғанын айтты, бірақ бұл бүкіл шындық емес еді. Келесі дүйсенбіде Руслан келді. Бұл жолы ләззатсыз. Райхан бақшадағы су құятын шлангты жинап жатқанда көліктің дыбысын естіді. Ол қозғалтқыштың дыбысын көлік көрінбей жатып ақ таныды. Бұл оған сәл ыңғайсыздық тудырды. Ол көлігін қойып, Райханға қарай жалғыз келді. Үстінде қара шалбар мен жеңі түрілген ақ жейде. Костюмсіз, ол мұндай кейіпте басқаша көрінді. Бәрібір сол Руслан, бірақ ашығырақ, жақынырақ сияқты. Ләззат бүгін Күләш апаймен бірге, деді ол Райхан сұрамай жатып.
осы маңда жиналсын болып еді. Сосын соға кетейін дедім. Соға кетейін бұл кез келген адам айтатын сөз. Бірақ ол мұны жай ғана сөз емес екенін білдіретіндей етіп айтты. Жақсы болыпты деді Райхан, ол өзін қалай ұстарын білмей, әдеттегідей байсалдылық танытты. Ол біраз тұрды. Райхан олардың ләззатсыз алғаш рет бетпе-бет тұрғанын түсінді. Ортада сұрақ қоятын бала жоқ, сема қонжығы жоқ, оларды табыстыратын табиғи себеп те жоқ еді. Бұл мүлдем басқаша сезім еді. «Кофе іштіңіз бе?» деп сұрады ол. Райхан оған қарады. «Ерте ішкемін. Мен ішпеп едім. Осы кешенің кіреберісінде жақсы кофе сататын жер бар екен». Ол мұны ешқандай астарсыз айтты. Егер қазір үзілісіңіз болса, оның үзілісі бар еді. Таңғы жұмыстары бітіп, түскі жұмысына дейін 40 минут уақыты бар болатын. Бұл бір кесе кофе ішіп, әлі бағыты белгісіз әңгімеге жетерлік уақыт еді. «Бар», деді ол. Кофехана кешеннің кіреберісіндегі шағын сауда қатарында орналасқан еді. Бұл сыртында пластик үстелдері бар қарапайым жер болатын. Райхан ол жерден жүздеген рет кофе сатып алған, бірақ ешқашан отырып ішпеген еді. Олар отырды. Даяшы жігіт, Райханды атымен танитын жас бала, ол сұрамай-ақ 2 кофе әкелді. Руслан кесеге қарады. Сосын Райханға бұрылды. Ол сізден не ішетініңізді сұрағанда жоқ. Өйткені ол біледі. «Мұнда күнде келесіз бе?» «Жиі келемін. Тамақ тарататын жолымда тұр». Ол басын изеді. Райхан туралы әрбір кішкентай ақпаратты жадына сақтап жатқандай. «Сіз Алатау ауданынан күнде келемін дедіңіз. Қанша уақыт кетеді?» «Барғанда 1 сағат 20 минут. Қайтқанда кептеліске байланысты 2 сағатқа дейін созылуы мүмкін». «5 жыл бойы солай ма?» «5 жыл 4 ай болды». Руслан бір сәт үнсіз қалды. Бұл таңғалу емес, мәселені салмақтап ойлану еді. «Егер басқа бірдеңе істей алсаңыз, не істер едіңіз?» «Осы жұмыстан басқа». Бұл сұрақ Райханды таңғалдырды. Ол «не армандайсыз?» деп сұраған жоқ, бұл әдетте әдемі жауап есту үшін қойылатын сұрақ. «Ол не істер едіңіз?» деді, бұл нақтырақ, адамның шындығына құрметпен қарайтын сұрақ еді. Ол кесені үстелге қойды. «Мен әрқашан тамақ саласында өз ісім болғанын қалайтымын. Мейрамхана емес, ол бастау үшін тым күрделі. Бірақ үлкенірек түскі ас жеткізу қызметі, бәлкім, шағын іс-шараларға арналған кейтеринг. Мен тамақ пісіруді білемін. Адамдар асығыс болғанда да дәмді тамақ жегісі келетінін түсінемін. Сіз мұны қазірдің өзінде істеп жүрсіз ғой. Өте кішкентай деңгейде. Қолымда бар мүмкіндікпен және басқа жұмыстан қалған уақытта ғана». Ол кесесіне қарады. Бұл негізгі іс болғанда мүлдем басқаша болар еді. Неге басқаша? Өйткені ол негізгі іс болса, оны дұрыс істеуге болады. Мәзірді, қаптаманы, логистиканы ойластыруға болады. Қазір мен тек үзіліске сыйдырып, және түнде істеймін. Бұл нәтиже береді, бірақ бұл нағыз жоба емес. Руслан мұның бәрін бөлмей тыңдады. «Сосын, сізде бұл үшін бөлек ақша бар ма, әлде бәрі бірге ме?» деп сұрады. «Менің жинағаным бар. Әлі жеткіліксіз, бірақ жетеді. Печенье қорабы?» Райхан оған қарады. Ол есінде сақтапты. Райхан бұл туралы бірнеше апта бұрын айтып қалған еді, ал ол ұмытпапты. «Печенье қорабы» деп растады ол. Екеуінің арасында ыңғайлы үнсіздік орнады. Райхан кофенің қалғанын ішті. Кофехананың сыртында 2 бала кішкентай иттің соңынан жүгіріп жүрді. «Неге бұлай сұрадыңыз?» деді ол. Бұл айыптау емес, шынайы қызығушылық еді. Руслан шынтағын үстелге тіреді. «Өйткені сіз мен қоймаған сұраққа емес, қойған сұрағыма жауап бердіңіз». Ол күтті. Көптеген адамдар мүмкіндігі бар адам не істер едіңіз деп сұрағанда мұны көмек ұсынысы деп түсініп, бірден мұқтаждықтарын айта бастайды. Ал сіз жоспар туралы, құрылым туралы, не жетпейтіні туралы айттыңыз. «Менен ештеңе сұраған жоқсыз». Райхан бірден жауап берген жоқ. Сосын байсалдылықпен, «Өйткені менің орныма біреудің тұрғызып бергенін қаламаймын. Маған тек уақыт пен мақсатқа жету керек» деді. Ол үнсіз қалды. Сол үнсіздікте екеуінің арасында сөзсіз түсіністік орнағандай болды. Олардың әлемдерінің арасындағы қашықтық шындық болса да, ақша мен тегіне байланысты емес бір нәрсе барын сезінді.
және ол нәрсе дәл осы жерде пластик үстелдің басында бар еді. Ләззат кеше сізді сұрады, деді ол тақырыпты жеңілдетіп. Осы аптада бәліш пісіре ме деп білгісі келді. Пісіремін бе? Иә, ертең таңертең апельсинді бәліш пісіремін. Ол сәл жымиды. Ол сұрайды ғой. Білемін. Олар тағы бірнеше минут отырды. Бауырсақ итінің Серік мырзаның қымбат шұлығын қалай жасырып тастағаны туралы, Алматының кептелістері туралы сөйлесті. Райхан сағатына қарап кетуге ыңғайланғанда, Руслан да орнынан тұрды. Кафеге рахмет, деді ол. Сіз төледіңіз ғой, деп жауап берді Руслан. Олар сұрамай-ақ қайтарымды әкеліп қойғандай ашыға қарап. Жиі келетін клиент болудың артықшылығы осы. Ол қайтарымды алды, шайпұл қалдырды да жүріп кетті. Руслан ол кешенге қарай нық қадаммен кетіп бара жатқанда терезеден қарап тұрды. Оның жүрісінен өз мақсатын білетін адамның нықтығы байқалатын. Ал Руслан Қайратұлы көптен бері алғаш рет ертеңгі күнді міндет емес, мүмкіндік ретінде ойлады. Сара апа кешенге жұма күні таңертең келді. Оның 74 жасы болса да, еңсесін тік ұстайтын, ақ шашын қысқа қиған, айбары бар әйел еді. Ол 70 жасынан бастап көлік жүргізуді тоқтатқан, мұны шектеу емес, даналық деп санайтын. Ол демалыс күндеріне келген еді. Жанна кеткеннен бері ол ұлы мен немересінің өмірінде жиі болуды өз міндеті санаған. Ләззат оны өте жақсы көретін. Оны Сара әже деп атайтын. Сара апа бұл еркелеткенді ұнатпағандай кейіп танытқанымен іштей. Немересінің даусын есту ол үшін үлкен бақыт еді. Сол жұмада Руслан Ләззатты Мұраттың үйіне апаруды жоспарлаған еді. Сара апа да кешеннің ауасымен тыныстап келуді шешті. Ол оларды солай кездестірді. Райхан Қызғалдақ көшесіндегі шөптің шетінде Ләззатпен бірге еңкейіп отыр еді. Екеуі жердегі бір нәрсеге өте салмақты қарап тұр. Руслан бірнеше метр жерде қолын айқастырып екеуін бақылап тұр. Оның жүзіне маңызды нәрсеге қарап тұрғаны, бірақ онысын білдіргісі келмейтіні байқалады. Сара апа тоқтап қалды. Бір сәтте қарап тұрды. Содан кейін ұлына жақындады. Бұл қыз кім? Деп сұрады ол ақырын, дауысы анадай жерде отырған екеуіне жетпейтіндей етіп. Райхан, деді Руслан, ол осы кешенде жұмыс істейді. Ләззат адасып кеткенде тауып алған осы кісі, есіңде ме, айтып едім ғой. Сара апа есіне түсірді. Ол Ләззатпен көп уақыт өткіземе. Ләззат онымен сөйлескенді ұнатады. Анасы үнсіз қалды. Ол Райханға ұзақ қарады. Оның жұмыс киімін, қарапайымдылығын, Ләззатты тыңдап отырғандағы шынайылығын байқады. Және ұлының оған қалай қарап тұрғанын көрді. Русланның тұрысында бір өзгеріс бар еді. Ол әдеттегідей ширығып тұрған жоқ, иықтары босаңсыған, жүзіндегі ауыр салмақ жоғалған. Сара апа бұл бейнені таныды. Бұл ұлының бұрынғы, бәрі болмай тұрғандағы кейпі еді. Ол мұны түсінді. Бірақ үнсіз қалды. Сосын ақырын ғана, Руслан, сен абайлап жүрсің бе? Деп сұрады. Ол анасына бұрылды. Не туралы? Ол туралы. Сара апа иегімен Райханды нұсқады. Сен оның жағдайы басқаша екенін білесің. Мұндай қарым-қатынастағы түсініспеушілік үлкен үміттер тудыруы мүмкін. Анашым, Русланның дауысы қатты шықпаса да, нық еді. Мен жай ғана бір адаммен кофе іштім. Ләззат достапты. Одан артық ештеңе жоқ. Сара апа ұлына қарады. Сосын тағы да Райханға қарады. Жарайды, деді ол тек. Бұл әзірге жарайды, бірақ әңгіме біткен жоқ дегенді білдіретін. Ләззат басын көтеріп, әжесін көрді де, оған қарай жүгірді. Сара апа оны құшағына алып, жылы жымиды. Райхан Ләззат жүгіріп кеткенде орнынан тұрған еді. Ол бірнеше метр жерде байсалды кейіппен тұрды. Ол Сара апаны көрді. Ол әйелдің өзін қалай бағалап қарағанын сезді. Ол көзқарастың мағынасын түсінді. Бұл жаңалық емес еді. Райхан мұндай көзқарасты танитын. Ол алыстан өлшейтін, ара қашықтықты есептейтін және сол қашықтықтың қажет екенін шешетін көзқарас еді. Бұл зұлымдық емес, бұл әртүрлі әлемдердің бір-бірін танып, шекара қоюы еді. Ол ешкім ештеңе айтпай тұрып кетіп қалды. Сол түні печенье қорабын тізесіне қойып отырып, Райхан әдеттегіден де тыныш болды. Ол ақшаны санады, есебін түгендеді де, қорапты жауып тастады. Ақша көбейіп келе жатыр. Ақырын болса да, нық. Бұл оның өз ақшасы еді. Ол төсекке жатып төбеге қарады.
Сара апаның көзқарасы ол дайын болмай тұрып ақ ішкі дүниесіне еніп кеткен еді. Ол өзінен мен не істеп жүрмін деп сұрады. Анасы ұлына ақырын ғана, сен абайлап жүрсің бе деген еді. Бұл аналардың ұлы қателесуге жақын қалғанда қоятын сұрағы еді. Райхан қателік емес еді. Ол адал еңбек ететін, өз жоспары бар әйел еді. Бірақ ол көзқарастардың жұмыс киімін, сызат телефонды және 2 сағаттық автобус жолын ғана көретінін білетін. Және соған қарап қорытынды жасайтынын түсінетін. Келесі дүйсенбіде Руслан жалғыз келгенде қолында 2 стақан кофе бар еді. Райхан оны бірден алмады. Жұма күні анаңыз осында болды деді ол. Руслан жасырған жоқ. Болды, ол мені көрді. Райхан кафеге қарады. Оған ұнаған жоқ. Ол олай айтқан жоқ. Оған айтудың қажеті де болмады. Ол Русланға қарады. Руслан, мен мұндай көзқарасты танимын. Оның мағынасын түсінбейтіндей аңқау емеспін. Ол бір сәт үнсіз қалды. Сосын шынайылықпен, менің анам менің қателесіп, тағы да ауыр соққы алуымнан қорқады. Бұл оның қорқынышы, сен туралы пікір емес деді. Кейде бұл 2 нәрсе бірдей болып шығады. Кейде олай емес. Райхан кофені ұрттады. Ол дәл өзі қалағандай қантпен екен, бірақ ол бұл туралы айтқан жоқ еді. Сіз не қалайсыз, Руслан? Бұл сұрақ ол жоспарлағаннан да ашық шықты. Бірақ ол мұны сұрау керек екенін түсінді. Ол Райханға ұзақ қарады. Бұл қашатын емес, сөзді мұқият таңдайтын адамның көзқарасы еді. Мен сені тани түскім келеді деді ол ақыры. Асықпай, орындай алмайтын уәде бермей-ақ. Бірақ қалаймын. Райхан үнсіз қалды. Мен біздің әлемдеріміздің арасында не бар екенін білемін деп жалғастырды ол. Соқыр емеспін. Бірақ сенің қасыңда менің қызым басқа ешкіммен күлмейтіндей күлетінін де көріп тұрмын. Бұл не екенін әлі білмеймін, бірақ оның бар екенін жоққа шығарғым келмей. Райхан кафеге ұзақ қарап ойланды. Мен де оның не екенін білмеймін деді ол ақыры. Және мен беймәлім нәрселерге сенен де абайлап қараймын. Білемін, бірақ мен де оның бар екенін жоққа шығармаймын. Ол толықтай жымиған жоқ, бірақ соған жақын еді. Олар Досжановтардың үйінің дәлізінде қолдарында кофемен біраз тұрды. Бақшада бауырсақ ит бір жапыраққа қарап үріп жатты. Райхан кофесін ішіп тауысып, ішке кіріп кетті. Оның қадамында бүгін бір өзгеріс бар еді, бағыты емес, ішкі бір шешімі өзгергендей. Ол жоққа шығармаймын деді. Бұл шындық еді. Және бұл шындықты дауыстап айту қорқынышты еді. Бірақ ол айтылды. Енді оны қайтарып алу мүмкін емес. Тамыз айы Алматыға өзіне тән құрғақ салқындығымен келді. Аспан ашық, күндіз суық болса да күн шуақты еді. Райхан жұмыс киімінің астынан киетін жүн жемпір сатып алды, өйткені бақшада киім жайғанда жел қатты соғатын еді. Бұл оның 5 жыл ішіндегі екінші жемпірі еді. Күнделікті тіршілік жалғаса берді. Руслан келіп жүрді. Кейде ләззатпен, кейде жалғыз. Жалғыз келгенде әңгімелері қысқа болатын, кофе, 15 минуттық әңгіме. Олар әлі асықпаймыз деген келісімде еді. Ал ләззатпен келгенде уақыт тоқтап қалғандай болатын. Қыз Райханды толықтай иемденіп алғандай еді. Ол кешенге келген сайын Райханды көзімен іздейтін, тапқан соң бүкіл денесімен күлімдеп, оған қарай жүгіретін. Райхан бұл әдетті жақсы көріп қалғанын өзіне мойындауға қорқатын. Бір бейсенбіде ләззат әдеттегіден тыныш келді. Ол Райханды көргенде қаттырақ құшақтады. Бұл құшақтар табиғи түрде пайда болған еді. Бәрі жақсы ма? Деп сұрады Райхан. Мұғалім менің шығармам дұрыс емес деді ләззат мұңайып. Мен Райхан туралы жазған едім, ал ол отбасы мүшесі туралы жазу керек деді. Райханның жүрегі шымыр ете қалды. Сен не жаздың? Мен Райхан адасып кетсең де, жол таба алады, ол маған соны үйретті деп жаздым. Мұғалім тек ана, әке немесе әже туралы жазу керек дейді. Меніңше, сен ең дұрыс шығарманы жаздың. Кейде ережелер шындыққа сыймай қалады деді Райхан ақырын. Ләззат ойланып қалды. Иә, Сима да менікі дұрыс деді. Симаның талғамы жақсы. Қыз Симасына қарап алып, Райханға бұрылды. Сіз менің отбасым бола аласыз ба? Бұл сұрақ ауада қалықтап қалғандай болды. Райхан бірден жауап бермеді. Ол қыздың әкесінікіне ұқсайтын қоңыр көздеріне, нық иегіне қарады.
Руслан бірнеше метр жерде тұр еді, ол бәрін естіді. Отбасы деген тек фамилия емес деді Райхан баяу. Отбасы бұл қасыңда болатын, адасып кеткенде жол табатыныңды есіңе салатын адам. Сенің шығармаң дұрыс еді. Ләззат басын изеді. Онда сіз біздің отбасымызсыз. Мәселе осылай кішкентай қыздың шешімімен аяқталды. Сол аптада Райханға бір түрлі хабарлама келді. Өзін Фариза деп таныстырған әйел Қаскелеңдегі бір кешенде тұратынын, Райханның нөмірін жұмысына өте риза болған бір құрбысынан алғанын айтты. Ол сенбі күні үй тазалауға шақырды. Райхан келісті. Келесі сенбіде Асқар есімді кісі хабарласты. Содан кейін тағы екеуі. Бір айдың ішінде Райханның 6 жаңа клиенті пайда болды. Бәрі де жақсы төлейтін, бәрі де бір құрбым айтты дейтін, бірақ нақты кім екенін айта алмайтын. Райхан бұған таң қалды. Бірақ ақша шынайы, жұмыс адал еді. Печенье қорабы ауырлай бастады. Ол бұл туралы Русланға айтқан жоқ. Олардың арасында табиғи бір жақындық пайда болды. Саида мұны байқады. Сендер бір отбасы сияқтысыңдар деді Саида бір жұмада. Қойшы деді Райхан, мен көргенімді айтамын. Кішкентай қыз сені таңдады. Ал әкесі оның соңынан бірдеңені түсінген, бірақ айтуға қорқатын адамның кейпімен еріп жүр. Райхан үнсіз қалды. Мәселе онда емес деп жалғастырды Саида жұмсақтықпен. Мәселе сенің өзіңе лайық емес деп санайтын нәрсені қатты қалап қоюдан қорқатыныңда. Бұл сөз Райханның жүрегіне дәл тиді. Сол түні ол печенье қорабын ашып, ақшаға ұзақ қарап отырды. Ол өзіне, мен бұл ақшаны қай өмір үшін жинап жатырмын деген сұрақ қойды. Шындық кездейсоқ ашылды. Бір дүйсенбіде Райхан Фаризаның үйін тазалап болғанда әйел асханаға келіп әңгіме бастады. Білесің бе, Руслан Қайратұлы маған хабарласып, сені жұмысқа алуымды ерекше өтінгенде мен бірден келістім деді Фариза. Ол Мұраттың серіктесі ғой, ондай адамдар өтініш жасаса, біз орындаймыз. Соңында сенің жұмысың шын мәнінде жақсы болып шықты. Райхан 3 секунд үнсіз қалды. Фариза артымен бұрылып тұрғандықтан ештеңе байқамады. Руслан Қайратұлы деп қайталады Райхан, дауысын ұстап. Иә, ол маған сенің өте жақсы маман екеніңді, көмек керек екенін, бірақ мұны өзің білмеуің керектігін айтты. Сен тікелей көмекті қабылдамайды екенсің ғой. Оның бұл әрекеті маған өте ақ көңілдік болып көрінді. Райхан жұмысын аяқтап, ақшасын алып, үйден шықты. Ол Қаскелеңнің көшесімен жүріп келе жатып, ішіндегі сезімнің ашуы әлде басқа ма екенін түсіне алмады. Автобуста терезеге қарап отырып, ойға батты. Оның 6 жаңа клиенті бар еді. Бәрінде Руслан жіберген. Бәрі де жоғары төлеген. Ол ақшаны қабылдамайтын адамға ақша берудің жолын тапқан еді. Бұл әрекет Райханға ауыр тиді. Өйткені ол оның таңдауын құрметтемегендей көрінді. Бірақ екінші жағынан, ол Райханның таңдауын ескере отырып, оған ешкім істемеген қамқорлық жасаған еді. Ол Русланға хабарлама жазып, кешенге келуін сұрады. Ол сағат 4-те келді. Жалғыз ол Райханның жүзінен ақ бәрін түсінді. Фариза айтып қойды деді Райхан. 1 секунд үнсіздіктен кейін ол, деді тек. Бар айтарың осы ма? Жоқ, ол Райханның алдында байсалды тұрды. Мен саған айтуым керек еді. Айпадым, бұл менің қателігім болды, ашулансаң түсінемін. Сен менің рұқсатымсыз өз таныстарыңды пайдаландың. Маған өтірік айттың. Иә, сен менің білсем, бас тартатынымды білдің. Білдім, сондықтан сен менің жоқ деген сөзімді айналып өтудің жолын таптың. Руслан үнсіз қалды. Сосын мен мұның қалай көрінетінін білемін деді. Онда түсіндіріп көрші. Ол Райханға шын ниетпен қарады. Сен бірінші күні ақшадан бас тарттың. Өйткені ол сенің ісіңнің құнын төмендететіндей көрінді. Мен мұны түсіндім. Бірақ мен сенің сызат телефоныңды, 2 сағаттық автобус жолыңды және тиыннан жинаған печенье қорабыңды көрдім. Мен ештеңе істемей отыра алмадым. Бірақ сен қабылдайтын көмектің жолын таппадым. Сондықтан осы ортақ жолды таңдадым. Бұл өтірік еді, Руслан, иә, солай. Бірақ мен мұны аяушылықтан істеген жоқпын. Сені құтқару керек деп те ойламадым. Тек сен мен үшін және қызым үшін істеген баға жетпессіңе. Бір жақсылықпен жауап бергім келді. Райхан үнсіз қалды.
Ол Русланның сөзіндегі шындықты сезді. Ол ашулы еді, бірақ сонымен бірге оған ешкім мұндай назар аудармағанын да түсінді. Сен мен үшін шешім қабылдауға құқығың жоқ деді Райхан бәсең дауыспен. Мен адамдар мен үшін шешім қабылдайтын ортадан келдім. Мен өмір бойы соған қарсы күресіп келемін. Білемін, оның дауысы да бәсеңдеді. Сондықтан мен қателестім. Райхан оған ұзақ қарады. Неге мұның бәрі, Руслан? Неге сонша әуре болдың? Ол жай ғана, өйткені сен көптен бері маған ештеңе сұрамай жақсылық жасаған алғашқы адамсың. Мен де сен үшін сондай болғым келді. Бірақ мен мұны әлі дұрыс деп үйренбеппін деді. Райханның ішіндегі ширығу босады. Ол иығын түсіріп, терең тыныс алды. Енді сұрамай істеме деді ол. Істемеймін, және менің таңдауымды өзіме қайтар. Ол әрқашан сенде болған. Райхан оған қарап, сен өте күрделі адамсың, білесің бе? Деді. Руслан алғаш рет шын күліп жіберді. Бұл өте жылы дыбыс еді. Қыркүйек айы Алматыға ерекше ашықтықпен келді. Аспан мөп-мөлдір, ауа салқын. Бұл апталар Райхан үшін өте мағыналы болды. Ештеңе кенеттен өзгерген жоқ, бірақ бәрі өз арнасымен жүріп жатты. Руслан кешірім сұрады, Райхан оны қабылдады. Ол енді клиенттерді жасырын емес, ашық түрде жіберетін болды. Печенье қорабындағы ақша Райханға қаскелеңнен шағын коммерциялық орын іздеуге мүмкіндік берді. Ләззаттың Райхан туралы жазған шығармасына мұғалімі 10-дық баға қойды. Сара апа Райханмен тағы да сөйлесіп, оның шынайылығына риза болды. Бір сенбі күні үшеуі алаңда болды. Ләззат симасы үшін тастар мен жапырақтардан қалашық тұрғызды. Онда тіпті Райхан мен әкем баратын кофехана да бар еді. Руслан мен Райхан орындықта қатар отырды. Сен бақыттысың ба? Деп сұрады Руслан ақырын. Райхан ойланып, иә деді. Мен түсінетін бақыт, бұл айқайлайтын емес, тұрақты бақыт. Бұл ең жақсы түрі деді Руслан, Ләззат қалашығына мектеп салып жатты. Мен сенен бір нәрсе сұрағым келеді деді Руслан, қазір емес, сен ойлағандай түрде де емес. Кейбір нәрселерге уақыт керек. Мен сенің қасыңда болғаныңды ғана қалаймын. Райхан оған қарады. Мен де деді ол. Ләззат басын көтеріп, жарайды, екеуің бірге бола беріңдер деді нық дауыспен. Екеуі де күліп жіберді. Райхан алаңға қарап тұрып, ақпан айындағы сол күнді есіне алды. Ол кезде бәрі осылай болады деп ойламаған еді. Ол жай ғана көмектескен еді. Ол жұмыстан шығып бара жатқанда Досжановтардың үйіне соңғы рет басқаша қарады. Ол әлі кетіп бара жатқан жоқ, бірақ болашағы басқаша болатынын сезді. Руслан мен Ләззат оны күтіп тұр еді. Ләззат оған жүрек пішінді тас сыйлады. Сені үйіме дейін апарып тастайық па? Деп сұрады Руслан. Райхан бұрын әрқашан бас тартатын. Бірақ бұл жолы ол Саиданың сөзін есіне алды. Жарайды деді ол. Ләззат қуанып көлікке жүгірді. Руслан Райханға жылы жымиды. Көлік кешеннен шығып бара жатқанда, Райхан терезеден Алматының көшелеріне қарап, өзі армандауға батылы бармаған өмірінің басталғанын сезді. Кейде махаббат дауыл сияқты келмейді. Ол ақпанның бір күндегі жылу сияқты, түйме көзді қонжық пен көмекке мұқтаж бала арқылы келеді. Және бұл ең шынайы махаббат. Райхан мен Русланның оқиғасы сіздің жүрегіңізге жетсе, біз қуаныштымыз. Біздің арнаға жазылыңыз, мұнда қарапайым адамдардың өмірін өзгертетін шынайы оқиғалар айтылады. Лайк басып, пікір қалдырыңыз, сіздің өміріңізде бір кішкентай игі іс бәрін өзгерткен сәт болды ма? Біз әр пікірді оқимыз. Келесі кездескенше. Оқиғаның соңы